Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді ораманы бірге жасаймыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, видеоны соңына дейін қараңыз. Алдын ала бізге жарты стакан су керек болады. Тұз саламыз, бір жұмыртқа қолданамыз, яғни өз қалауларыңыз. Осылайша венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецепттерді бөлісетін боламын. Яғни ұн саламыз. Қолымызбен осылай қамырымызды жасап аламыз. Орташа көлемде өте қамырымыз әдем болып шығу тиіс, яғни жайғаныңызға да ыңғайлы болады. Видеода көріп тұрғандарыңызда қамырымыз өте әдемі, керемет, жұмсақ болып шықты. Пакетке салып, яғни 30 минутқа тындырып қоямыз. Енді бізге алдын ала дайындап алған картоп, пиязымыз, фаршымыз керек болады. Картоп пен пиязды турап аламыз, ұсақтап, яғни жаңағы фаршымызға салатын боламыз. Енді бізге көкшөптеріміз керек болады. Көкшөптерімізді ұсақтап турап аламыз. Қара бұрыш қолдандым. Осылайша барлығын қасықтың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Өте керемет әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз жаңағы қамырымызды алатын боламыз. Пакетінен алып, яғни осылайша қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Кішкене зуала жасап аламыз, себебі өзіңіздің жайғаныңызға ыңғайлы жасаймыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Мен қамырымызға май жақпаймын, яғни массамыздың ішіне осылайша фаршымызға сұйық май құйып жібердім. Осылай оқтауымызбен орап алып, екі шетінен қысып барып, оқтауымызды шығарып аламыз. 35 минутта пісіп шығады. Өте керемет, дәмді, әдем болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Әрі оңай, әрі тез. Дәмі де өте керемет болып шығады. Достар, егер видеоны лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Басқа группаларға, чаттарға жіберуіңізді сұраймын. Келесі видеода көріскенше